Қазғұрт ата туралы аңыз. Алатаудың батыс баурайында Аласа тауда Қазғұрт атты әулие өмір сүріпті. Ол ақылды да әділ болып, өмірінің соңына дейін бір тәңірге қызмет етіпті. Ол шағын тауды мекен еткен халықтарға ақылшы, әрі қамқоршы болып, талай рет елін апаттан аман алып қалған екен. Ел жұрты атаны әулие деп атапты. Күндердің күнінде Қазғұрт әулие қартайып, шашын ақ шалған сәтте Алатау баурайындағы халықтарға үлкен апат келеді. Олар бірін-бірі тонап, ел ішінде ұрлық пен зорлық көбейеді. Әлдісі әлсізін, көбі азын тонау әдетке айналады. Халықтар арасында алауыздық етек алады. Ел ішіндегі өзара егестің етек алғаны соншалық, жасы кәрісі тәңірінің тыңдамай адамдар арасында ынтымақтан береке кетеді. Осы кезде жаратушы тәңір оларға жыландар мен шаяндарды жіберіпті. Аспаннан у аралас жаңбыр жауып, егістіктер уланыпты. Тіл табыса алмай тәңірдің қаһарына ұшыраған адамдарды жылан мен шаян шағып ажал құшағына алды. Егістіктері улы жаңбыр суынан бүлініп, ел жаппай қырғынға ұшырайды. Ел арасын қорқыныш пен үрей жайлап, зор азапқа ұшырайды. Көбі өліп, азы қалған адамдар Алатаудың батыс баурайына көшіп, Қазғұрт әулиеге келеді. Келген аз халықтар бұл арада жылан мен шаянның жоқ екенін көріп, таң қалады. Қазғұрт әулиеге: бізді мына азаптан құтқарып, ажалдан алып қалу тек сенің қолыңнан келеді. Сенің арың тәңір алдында таза. Біз сияқты күнәһар пендеңе араша түсіп, ажал мен азаптан құтқарып, қателігімізді мойындап, алдыңа бас ұрып келіп отырмыз, деп жылап, аяғына жығылып бас иеді. Сонда Қазғұрт әулие: сендер тәңір алдында күнәға батып, кешірілмес қылмыс жасадыңдар. Сол үшін тәңір сендерді жазалап отыр. Егер сендер ақымақтық істеріңді мойындап, бір-біріңді зорлаудан, тонаудан, алдаудан аулақ болсаңдар, араша түсейін дейді. Ажалдан қорқып, азаптан үрейленген әлгілер: тастаймыз, енді қайталамауға уәде етеміз. Егер осыдан құтқарсаңыз, бәрін де орындаймыз, деп шуласып ант береді. Сонда Қазғұрт әулие күнәһар күнәсін кешіру үшін тәңірге мінәжат етіп дұға оқиды. Тәңір Қазғұрттың дұғасын қабыл алып, әлгілердің күнәсін кешіреді. Жылан мен шаяндарды жіберуін тоқтатады. Осы оқиғадан соң адамдар Қазғұрт ата әулиені бір санап, Алатаудың батыс бөлігіндегі қос өркешті тауды Қазғұрт ата тауы деп атай бастайды. Қазғұрт ата болса сәуегейлік, әулиелік кәсібін тастапты. Таудың ұшар басын мекен етіп, өзін қажетсінген адамдарды таудан қарап отыратын болыпты. Содан бері тау Қазғұрт және Қазғұрт киелі әулиелі тау деп атаныпты. Ақбура әулиенің ғажайып керемет қасиеті. Ақбура әулиенің шын әсілі аты Ақберді. Кейбір әңгіме нұсқасында Мұхаммед-Әлі дейді екен. Сол уақытта бұлақ басында намаз оқитын үлкен жай болыпты. Азанға памдат намазының 2 бас сүннетін оқып болған соң, Ақберді үнемі орнында жоқ болып шығады екен. Бұл жайық парызға тәкбірді айтпай тұрып ясыға жетеді. Сол арада памдаттың қалған 2 бас парызын Құранды оқып бата қылады да, ол жерде де жоқ болып кетеді. Сөйтіп, бұлақ басына оралып келіп, салауатты айтатын көрінеді. Сонда өзгелер: қайда барып келдің? деп сұрағанда Ақберді: ясыда Қожа Ахметтің шәкірттерімен бірге парызды оқып келдім, деп жауап береді. Сен жәдігөйсің, деп бәрі де сенбей жүріпті. Бірде Ақберді Құдайға шын берілген таза тақуа бір дәруішке: сенбесең, сүннетті оқып болғаннан соң көзіңді жұмып, менің етегімнен ұста, дейді. Сонда өзің куәгер боларсың. Тек бір шартым мен ескертіп айтқанда ғана көзіңді ашасың, депті. Әлгі дәруіш Ақбердінің етегінен ұстағанда әлдене гуілдеп ала жөнеледі. Бір кезде Ақберді: көзіңді аш, дейді. Дәруіш көзін ашса, ясыдағы мешітте отыр екен. Ол жердегілер Аллаху Акбар деп тәкбірді бастап, құлақтарын қағып жатыпты. Парызға тәкбірді бастамай тұрып,
жетіп келетін Ақберді етегінен ұстаған дәруішті ауырсынып сәл кешігіпті. Ясыда 2 бас парызды оқып тәспіт түсіреді. Құран оқып бата қылады. Енді Ақберді дәруішке: көзіңді жұмып, менің етегімнен ұста дейді. Дәруіш: егер жолда көзімді ашсам қайтеді екен деп сұрайды. Көзіңді ашсаң жолда қалып кетесің. Егер де жолда қалып қойсаң, сені түскен жеріңнен өзім ертеңгісін азанда ғана алып кетем. Басқа ешқандай лажым амалым жоқ, деп жауап береді Ақберді. Дәруіш Ақбердінің етегінен ұстағанда тағы да гүлдеп кетіпті. Сол сәтте ол: бұл жәдігөй не істеп келе жатыр екен көрейінші деп көзін ашса, бір елге топ етіп түсіп қалыпты. Ол арадағы адамдардың малдарын ұра алып, өздері әбігер болып жатыр екен. Олар дәруішке: сен ұрылардың жансызысың деп шүйгіледі, ұрып соғады. Бұл болған оқиғаны айтса, оған біреу де сенбейді. Ол: онда мені мынау үлкен шынарға байлаңдар. Азанда көресіңдер, Ақберді мені алып кетеді депті. Оның айтқандай үлкен шынарға байлап тастапты. Шынымен-ақ таңертеңгі уақытта әлдене гүлдей келіп, дәруіш байланған шынарды тамырымен суырып, түп көтере әкетіпті. Сол күйінде Қазғұрт тауының оңтүстік батыс бөктеріндегі су басына түсіпті. Бұлақ басындағы қазіргі қатыреңкі ағаштар сол шынардың ұрығынан тарапты деседі. Жұмбақтың шешілуі. Ұзақ жолдан шаршап келе жатқан бір жігіт бір ауылға келіп түседі. Үйесі ақсақалды қария екен. Сәлем беріп үйге кірген соң жігітке қария: сәлемші болсаң жоғары шық, мысығым, дейді. Жігіт іштей мысығы несі деп ойлайды да, қисайып жатып көз ілініп кетеді. Бір уақытта шамасында әлгі қария: тұр арыстаным, тамақтайын болды, дейді жігітке. Жолаушы бұл сөзіне де таңданып, ештеңе демей тамақ ішіліп болған соң жүруге әзірленеді. Кетерінде ақсақал жігітке: жолың болсын жыршым, дейді. Қарияның жұмбақ сөзіне таңданып түсінбеген жігіт аң-таң болып кете береді. Еліне жеткен соң көпті көрген көнекөз бір қарияға келіп осы жайларды айтады. Балам, түсінбеген екенсің, дейді бұған өз ауылындағы қария. Ол ақсақалдың саған айтқандары мыналар еді. Біріншісі, тосын қонақ алғаш рет үйге келгенде қалай қарсы алар екен деп жалтақтай келеді. Соған саған жоғары шық, мысығым, дегені сол. Екіншісі, қонақ келген соң үй иесі ұялады. Қонақтың көңілін, жай күйін қалай тапсам екен дейді, саған тұр арыстаным дегені сол еді. Ал үшіншісі, қонақ аттанып кеткен соң көрген сый сияпатын қай жерде қалай айтса да өз еркінде. Ақсақалдың саған жолың болсын жыршым дегені сол еді. Ақылгөй торғай. Бір қарт базарға барып базарлап қайтайын деп қалаға кетіп бара жатып, жолда бір баланың бұта түбінде тұзақ құрып отырғанын көреді. Сол сәтте аспанда бір торғай шырылды. Ей бала, мен 60 жасаған торғаймын, тұзағыңа қонбаймын. 6 жасар баласың, мені қайтып аласың деп сайрап тұр екен. Бұйырса өзің ақ келіп түсерсің, деп бала тұзағын құрып отыра беріпті. Бұл екеуінің сөзіне қарт онша көңіл бөлмей өз жолымен жүріп кетеді. Қаладағы шаруасын түске дейін бітіріп, қарт ауылына қайтып келе жатып, манағы баланың торғайды тұзақтан босатып алып жатқанын көреді. Балам, осы олжаңды маған байлашы, деп қарт баланың торғайын қалап сұрап алады. Бұлай шыққан соң торғайдан: сен ғой мана таңертең баланы мазақтап, тұзағыңа қонбаймын, 60 жасаған торғаймын деп сайрап тұр едің. Енді қалай тұзаққа түсіп қалдың, деп сұрайды. Тақсыр, жаңа қатты жел тұрып, бұршақ жауды. Сол бұршақтан қорғалап бір бұтан тасалап едім, тұзаққа қалай түсіп қалғанымды байқамаппын. Бар болғаны осы тақсыр. Мен асылық айтқан екем, дейді торғай. Ал енді сізге 3 ауыз ақыл сөз айтайын. Мені босатыңыз. Онсыз да қоя берейін деп келе жатқан қарт: жарайды, айтқан ақылымды, деп келісім береді. Бірінші ақылым: көзің көрмей сенбе. Екінші ақылым: өңбесті қума. Үшінші ақылым: өткенге өкінбе, дейді торғай қартқа қарап. Түсіндім, деп қарт торғайды босатып жібереді.
Торғай анадай жердегі бір тастың үстіне барып қонып отыр. Қария, мен неге шалмаймын? Депті. Мен қайдан білейін, дейді қарт. Қанатымның астында асықтай алтын бар еді, соны көтере алмай отырмын. Мұны естіген қарт торғайдың алтынын алмақ болып, ақырын аттан түсіп, торғайға жақындап келіп, қолын соза ұмтыла береді. Таяп қалғанда торғай қарғып екінші тасқа қонады. Қарт тағы ұмтылады, торғай тағы секіріп кетеді. Өстіп қарт ұмтыла қуып, торғай секектей қашып, тастан тасқа қона береді. Қарт қуа-қуа әбден шаршап, аты бір жақта, өзі бір жақта қалады. Сонда торғай таяу жерде қонақтап отырып: сіз мен айтқан 3 ауыз ақылдың бірде біреуін түсінбеген екенсіз, депті. Қалайша? Деп ашуланады қарт. Сонда торғай: бірінші ақылым көзің көрмей сенбе дедім. Сіз көзіңіз көрмей тұрып, менің қанатымның астында асықтай алтын бар дегенге сендіңіз. Мен небәрі өзім асықтай ғанамын. Сонда мен қай жеріме асықтай алтын сияды? Екінші ақылым өнбесті қума дедім. Сіз мені ұстай алмасаңыз да, өнбес істің соңына түсіп, әбден қалжыратыңыз. Үшіншісі, өткенге өкінбе дедім. Сіз сол өткен қателіктеріңізге қатты өкініп, қапа болдыңыз. 3 ауыз ақылдың мәнін енді түсінген боларсыз деп сенемін, депті де торғай өз жайына ұшып кете беріпті. Байлық пен ақыл. Бір шалдың 4 ұлы болыпты. Бір күні шал ұлдарын жинап алып былай депті: мен қартайдым, біреуіңнің үй иесі болатын уақыттарың жетті. Кімнің ақылы мен байлығы сай болса, сол мұрагерім болады. Әр қайсыларың маған байлықтарың мен ақылдарыңды көрсетіңдер, депті. Үлкен ұлы асыл тасты жүзік салған қолын көрсетіп: міне менің байлығым, ал кім бай болса, сол ақылды, депті. Екінші ұлы асыл киімдерін киіп, әдеміленіп келеді деп: міне мені осы түрімде көргендер ақыл мен байлығымның алдында бас иеді, дейді. Үшінші ұлы күміспен және тастармен әшекейленген белдігін буынатты. Бұндай белдікте, дейді, ешкім ешқашан буынып көрген жоқ. Әкесі үлкен балаларына қарап басын шайқайды да, ең кіші ұлына қарап: сен неге үндемейсің? Сен қандай байлығыңмен мақтанасың, дейді. Сонда кенжесі былай депті: менде асыл тасты жүзік те, сәнді киім де, қымбат тастармен әшекейленген белдік те жоқ. Тек еңбек сүйгіш 2 қолым, қайрат жігерге толы жүрегім ғана бар. Шалға кенже ұлының жауабы ұнайды. Ол өзінің мұрагері болады деп кіші ұлын айтыпты. Үлкен балаларына інісінің айтқанынан шықпауды өсиет етіпті. Қос өнерпаз. Ертеде ел арасына аты жайылған қызықты Нұрғожа, жүзікті Нұрғожа дейтін аттас 2 күйші болыпты. Жастары шамалас екен. Екеуінің де күйшілігі бірінен бір өткен. Халық олардың бірін жүрген жері қызық думан болған соң қызықты Нұрғожа, екіншісін қолында үнемі жүзік салып жүретін серлігіне қарап, жүзікті Нұрғожа аттандырған. Бірде жүзікті Нұрғожа жолда ат үстінде күй тартып келе жатқан қызықты Нұрғожаға кездесе кетеді. Бұлардың алғаш жүздесулері осы екен. Жүзікті қызықтыны жазбай тани кетеді. Одан жасы да, жолы да кішілеу көрінеді. Ассалаумағалейкум. Күйші мойнында бұрмайды. Ләм-мим деместен күйін тарта алға соза түседі. Анауда соңынан қалмай, елтей тыңдап үнсіз ереді. 1-2 белді асқанда барып, күй аяқталыпты. Сонда қызықты Нұрғожа оқыс бұрылып: уағалейкум ассалам деген екен. Өнерді қасиеттей білген 2 күйші осыдан бастап айрылмас дос болып кетіпті. Ханнан озған қара. Ерте келсе бір хан шеру тартып келе жатады. Шөлейт, сусыз далаға кездесіпті. Жанына ерткен адамдары мен көліктері әбден шөлдейді. Осылай тарығып келе жатқанда алыста бір кішкене бұйрат көрінеді. Хан жігіттеріне: адырлы жер ауыз сусыз болмайды, тез барып қараңдар, дейді. Жігіттер адырдың үстіне шықса, қойнауда бір қора жайылып жүрген қой көрінеді.
Сосын жігітте жай тұрмай қой шетіне жақындап келеді. Ал қой бағып жүрген қойшыға менсінбегендіктен сәлем де бермейді. Сәл-пәл тұрғаннан кейін: «Су қайда?» деп зіркілдеп ала жөнеледі әлгілер. «Су дегенің көл ме?» дейді қойшы. «Өзің қалай қисық сөйлейсің? Сізге ханға беретін ауыз су керек», дейді өкіреңдеген шабармандар. «Хан ішеді екен деп қасқайып ағып жаққан бұлақ көргенім жоқ», дейді қойшы. Шабармандар онан әрі ызаланып күш көрсетпек болады. «Жерден бұлақ ағызар су иесі Сүлеймен де емеспін», деп қойшы шабарманның аузын аштырмайды. «Жүр, хан алдына жүр, сенімен сонда сөйлесеміз», дейді олар. «Мен сендердей ерігіп жүргенім жоқ, мына баққа малымды тастап еш қайда бармаймын», деп сазарып отырып алады. Шабармандар ханға қайтып келеді. «Қойшы бір кесірлі адам екен, жақсы сөз ести алмадық, сосын өз әміріңізді тыңдауға келдік», дейді. «Онда оны ұрмай соқпай осында алып келіңдер», деп 3 жігітті жібереді. Хан әмірі 2 болмайды, қойшыны еріксіз алып келеді. «Шақыртқанда неге келмейсің? Судың жөнін неге айтып бермейсің? Қазір басыңды аламын», деп жендеттеріне әмір етеді. Жендеттер қылышын көтере бергенде қойшы басын төменейіп: «Тақсыр хан, дат», дейді. «Датың болса айт», деп хан өрекпіген жендеттерін тоқтатып қойшыға сөйле дегенде ишарат етеді. «Мен сізге бір сұңқармен шөже торғайдың хикаясын айтайын», деп қойшы сөз бастайды. Ерте кезде бір сұңқар жем таба алмай ашығып, өзен бойын өрлеп келе жатса, алдынан бір шөже торғай ұшып жөнеліпті. Сұңқардың көзіне қан толып, торғайды бүріп алып, енді жеуге айналғанда торғай: «Сұңқар мырза, бір ауыз арыз тыңдаңыз, соны айтып болған соң жей беріңіз», депті. «Мен шөже торғаймын. Қорбайған жүні болмаса сіздің бөтегеңізге жұғын болар қызылым жоқ. Жармайтын нәрсеге асыл тұмсығыңызды босқа балғайсыз». Қарны ашқан сұңқар қармаққа шаншар еті жоқ шөже торғайға түсіп, тұмсығын былғапты деген өзіңізге жаманат қалдырасыз ғой. «Өзімнің жанымды қорғап отырған жоқпын, сіздің арыңызға нұқсан келеді деймін ғой». Шөже торғай осыны айтып жей беріңіз дегендей көзін жұмып, қанатын жайып жата кетіпті. Сұңқар ойланып шөже торғайды қоя беріпті. «Мен мына аз ғана қойды бағып жүрген қойшымын. Не атым жоқ, не атағым жоқ. Менің басымды алғаныңызды ешкім елеп, сондай бір үлкен жауды жеңіпті деп сіздің батырлығыңызды дәріптей ме? Қайта қолында қару жоқ, қасында қорғаушы жоқ, бейшара қойшыны өлтіріпті деп күлмей ме? Жауына әлі келмеген соң кегін қол астындағы қойшыдан алыпты деп тірідей өлтірмей ме? Аламын десеңіз, міне басым», деп қойшы ханның алдына келіп тізерлеп отыра кетіпті. Сонда: «Япыр-ай, сөз тапқанға қолқа жоқ», дейтін еді. «Басың азат, бірақ судың жөнін айт», депті хан. Қойшы: «Әй тақсыр хан-ай, суды таба алмайтын топты бастап жорыққа шығыпсыз. Қос өзеннің арнасы алдыңызда көрініп тұр. Соны таппай қолыңызды қаңсытып шөлдетіп келесіз. Келешекте қалай жол тауып қол бастайсыз», депті. Осыны айтып қойшы өгізін бір тебініп қойны кетіпті. Еңсесі түскен хан қойшыдан жеңіліп орында отырып қалыпты. Қырық қыз құпиясы. Өгем Тәңіртаудың ірі сілемдерінің бірі. Оның етегін жектеп көз жасындай мөп-мөлдір өгем өзені ағады. Жағасында ұзын тұра көк терек, ұялшақ сәмбі тал, жабысқақ итмұрын, қызыл күрең тобылғы қаптап өседі. Жеміс ағаштарының да түр-түрі бар. Суында патша балығы өріп жүреді. Өгем шатқалындағы жолмен жүру қиынның қиыны. Тау асты жағалап, саржыланның құйрығында ирелеңдеп, шыңға шығатын тастақ жолдың бір жағы құз, бір жағы жартас. Осы жолдың ең бір қиын тұсынан өтіп, деп терең тыныс алған сәтте қарсы алдыңнан тізіліп 40 қыз шыға келеді. Халықтың
ойы қандай ұшқыр, қиял қандай жүйрік десеңізші. 40 шоқыны 40 қызға теңейді. Және олар жайында ғажап бір аңыздар айтады. Өте ерте кезде, бәлкім ертөстік заманда бір байдың сұлу қыз болыпты. Ол бой жетіп, атастырылған жеріне ұзатылатын күн жақындапты. Баяғының дәстүрі бойынша күйеу жігіттің өз қалыңдығына ұрын келетін әдеті емес пе? Бір күні қайын жерге ауыл маңына жетіп, қыр жақтан 40 қыз оларды қарсы алуға шыққан сәтте, тас боп қалыңдар, қыршындар, тас боп деп қарғап, бәрінде тасқа айналдырып жіберген дейді. 40 қызды және оның бер жағындағы күйеу тасты көргенде, осыған еріксіз иланасыз. Міне, көнеңіз осылай деп зар төгеді. Бірін-бірі сүйген екі жастың қосыла алмай арманда өтуі, көркемдік тәсілдің шыңына жете суреттелген көшпенділер өмірінің трагедиясы емес пе екен деген ой келеді. Басқа бәле тілден. Ертеде бір данышпан өмір сүріп, оның 3 ұлы, 1 қызы болыпты. Қызы да, ұлдары да ақылды болып ер жетіпті. Айдан ай, жылдан жыл өтеді. Әкесі әбден қартаяды. Күндердің бір күнінде шал ұйықтай алмай дөңбекши береді. Мұны сезген кемпірі мен қызы: "Сізге не болды? Бір жеріңіз ауырып жүр ме? Жоқ әлде алыс жүрген балаларыңызды сағынып жүрсіз бе?" дейді. "Иә, сағындым. Оның үстіне бір арманым ішімде кетіп барады." Сонда қыз әкесінің алдына келіп: "Арманыңызды айтыңыз, мүмкін көмегіміз тиіп қалар" дейді. Шал айтады: "Ешқандай құпия жоқ. Менің 3 ұлымның 3-еуі де ақылды. Сонда да біреуінің ақылы артығырақ болуға тиісті. Соны білу менің арманым." Қызы сәл ойланып: "Ой ата, осыған да қиналасыз ба? Қыдырып барып балаларыңызды сынап келіңіз" деп қыз бен кемпір жол қамына кіріседі. Азығын, сусынын дайындап, атын ертеп беріп, жолға салып жүреді. Аз жүрді ме, көп жүрді ме, кім білсін, бір күні үлкен ұлына жетеді. Баласы зор құрметпен қарсы алып, қолынан келгенінше сыйлайды. 2-3 күн жатып, мауқын басып, 4-ші күні қайтпақшы болады. Баласы тағы да қой алдырып сойғызады. Тамақ піседі, етін қазаннан түсіріп қойып, нанын салып жатқанда, шал баласына қарап: "Қарағым, ана етіңнің жақсы жерінен бір кесіп берші" дейді. Ұлы жақсы жері дәуде болса, саның еті жар деп сан етін кесіп береді. Шал аздап ауыз тиіп қойып қояды: "Балам, енді жаман жерінен бір кесіп берші" дейді. "Еттің де жаман жері бола ма?" деп ұлы сәл ойланып тұрып, жаман жері деген тіс өтпейтін сіңір шығар деп сіңірден кесіп береді. Сіңірді аздап алып ауыз тиеді. Артынша тамақта келеді. Тамағын жеп, сыйына риза болып, ел жұртпен, баласымен қоштасып қайтады. Данышпан жүріп отырып 2-ші ұлына келеді. 2-ші ұлы да зор құрметпен қарсы алып сыйлайды. Әкесі қайтар күні 1-ші ұлына қойған сауалын қояды. 2-ші ұл да 1-ші ұлының істегенін қайталайды. 2-ші ұлына да риза болып қайтады. Ол енді 3-ші ұлына келеді. 3-ші ұлы да зор құрметпен қарсы алып сыйлайды. Қайтар күні 2 ұлына қойған сауалын кіші ұлына да қояды. Сонда кіші ұлы мұнда бір сыр бар шығар деп ойлайды. Сонымен бастың тілінен кесіп береді. "Балам, енді жаман жерінен бір кесіп берші" дейді. Баласы тағы да тілден кесіп береді. Сонда әкесі тұрып: "Балам, мұның қалай? Жақсы жерін кесіп бер десем, тілін кесіп бердің, жаман жерінен тағы кесіп бер десем, тілінен бердің" дейді. Сонда баласы: "Ой ата-ай, сіздің сынап отырғаныңызды біліп тұрмын. Жақсы да, жаман да, ұрыс та, керіс те, өсек те, бәрі де осы тілден шығады. 2 елі ауызға, 4 елі қақпақ дегендей, әр адам өз тіліне сақ болса, еш уақытта ұрыс керіс болмас еді. Басқа бәле тілден" деген екен. Қарт 3-ші ұлының ақылдылығына риза болып қайтады. Сабырлылық. Ертеде бір жігіт 2 нәрсені арман етіпті. Біріншісі сұлу қызға үйлену, екіншісі дүниедегі оқу атаулыны тамам ету. Сөйтіп ару қызға үйленеді де
келесі жылы оған өзінің екінші арманын айтып, рұқсат сұрап дүниедегі бар оқуды тамамдауға жол жүріп кетеді. Бірнеше күн жол жүріп, сол кездегі бір үлкен шаһарға келіп, 10 шақты жыл оқып, енді бәрін тауыстым ғой деп үйіне қайтады. Үйіне келе жатып жолда қой бағып отырған қарияға жолығады. «Ассалаумағалейкум» деп сәлем береді. «Уағалейкум сәлем, балам, қайдан келесің? 10 шақты жылдан бері бар оқуды бітіріп, үйге қайтып келе жатырмын». Балам, оқу оқып білім алғаның дұрыс, бірақ сол оқудың бас аяғы не екен, білдің бе? Жігіт оқудың бас аяғын айта алмай тұрып қалады. «Балам, оқудың бас аяғын біле алмадың ғой. Менің мына қойымды бір жыл бақсаң, саған оқудың бас аяғын айтайын». Жігіт ойланып қалады. Үйге барғанда тағы да біреу сұрай қалса не демекпін? Сонымен жігіт бір жыл қой бағып, келесі жылы: «Ата, рұқсат болса мен үйге қайтайын. Оқудың бас аяғын айтыңыз» дейді. «Айтайын балам, айтайын. Оқудың бас аяғы сабырлылық. Әр қашан есіңде болсын». Жігіт оқудың бас аяғы сабырлылық деп қайталай, осы сөз үшін бір жыл қой бақтым-ау деп ренжіп жүріп кетеді. Тағы да бірнеше күн жол жүріп, түнде үйіне келеді. Ақырын ғана әйнектен сығаласа, май шам жанып тұр. Әйелі жалғыз емес сияқты. Мен кеткен соң әйелім біреуге тиген екен деп ойлайды да, есікті ақырын ғана ашып, бұлардың екеуін де көзіме күйік қылмай жоқ қылайын деп, босағада жатқан балтаны алып көтере бергенде, бағанағы қарияның айтқан сабырлылық деген сөзі ойына түсіп кетеді де, таң атқан соң көрейін деп ауыз үйге барып жатып қалады. Таңертең әйелі келіп бас салады. «Қашан келдің? Бізді неге оятпадың? Әкең келді, сәлем бер» деп баласын шақырады. Сөйтсе әйелінің жанындағы өзі оқуға кеткенде іште қалған баласы екен. Оқудың бас аяғы сабырлылық екенін жігіт сонда ғана біледі. Екі батыр. Ертеде қазақ жерін жоңғарлар басып алыпты. Қазақтың Қожан, Мәнжі деген қос батыры қол жинап туған елін азат етуге жорыққа шығыпты. Олар жауларын тықсыра отырып Бүркітші тауына жетіпті. Осы арада екі жақтың да әскерлері шатырларын тігіп дем алуға жатыпты. Жоңғарлардың бір шалы қазақтарға елшілікке келіпті. Ойы қазақ батырларын көру екен. Мәнжі батыр Қожанды аға тұтып, атын ерттеп жүретін көрінеді. Шал келген кезде сол әдетімен ат ерттеп жатыпты. «Сен кім боласың?» деп сұрапты одан шал. «Мен Қожан батырдың ат ерттеушісі болам» депті Мәнжі. «Ендеше сен маған қожаныңды көрсетші» депті елші. «Мен қазір Қазанаспаға бір-екі тас әкеле қояйын, сосын жолықтырамын» деп Мәнжі төбеге қарай кетіпті. Іле шала оралыпты. Екі қолтығында кебежедей екі тасы бар батырды көрген елші асығыс атқа қоныпты. Қолбасына барып көргенін айтыпты. Егер атқосшысы екі кебежедей тас көтерсе, батыр қандай болмақ деп, жау сол түні қашып кетіпті.